Республика күнінің тарихы сонау 90-шы жылдардан басталады. 1990 жылы 25 қазанда Қазақ КСР-ның мемлекеттік егемендігі туралы декларация қабылданды. Бұл Қазақстанның тәуелсіздік алуына жол ашқан маңызды құжат. Декларацияда Қазақстанның тәуелсіз мемлекет ретінде саяси құқықтық негіздері жарияланды. Алғаш рет ел аумағында тұтастық, қазақ халқының және де басқа да ұлт өкілдерінің мемлекеттік дәстүрін, тілін қайта түлету, ұлттық болмысын қалыптастыру, әрі нығайту сияқты мемлекеттік қағидаттар бекітілді. Осы декларацияның арқасында еліміз өз ішкі әскерін, мемлекеттік қауіпсіздік пен ішкі істер органдарын құру құқығына ие болды. Ал президент елдің басшысына айналды. Осылайша бұл күн еліміз үшін өте маңызды күндердің қатарына қосылып отыр. Сондықтан Қазақстан халқын келіп жеткен республика күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын ағайын. Егер сіздерге шығарылым ұнаса, парақшаға жазылып, лүпіл басып, өз пікіріңізді қалдыра отырыңыз. Бұл біз үшін бағалы.